Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең жұмсақ бөлкелер дайындайтын боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстінен дрожжымызды салып араластырамыз. Менде пакмая деген дрожжды қолдандым, өте жақсы. Үнемі соны қолданамын. Қантымызды салып, араластырып, бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің апарамыз көтеріліп әдемі болып шықты. Ұнымызды аламыз, ортасын ашып, қантымызды, тұзымызды саламыз, қаймағымызды саламыз. Қаймақтың орнына майонез қолдансаңыздар да болады. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және де көтерілген апарамызды араластырып құямыз. Жаймендеп қамырымызды илеп бастаймыз. Жаңағы құйған сүтіміз аз болады. Тағы да қосамыз сүтімізді. Мен астында описанияға қанша кеткенін барлығын жазып қойдым. Жазылған мөлшерден артық қоспауға тырысыңыздар, себебі өте қамырыңыз қою болып кетуі мүмкін. Барлығын біріктіріп, осылай иілеп, жан-жағын бәрін жинап, бетін жауып, қалдырып қоямыз көтерілгенше. Міне біздің қамырымыз көтерілді. 1 сағаттан кейін менде начинкасына осындай вареная сгущенка қолдандым. Қамырымызды алып, астына кішкене май жағамыз. Бөлуге ыңғайлы етіп, ұзынша етіп дайындап аламыз. Және де аз-аз мөлшерден алып отырып, қамырларымызды дайындаймыз. Менде өте көп бөлікке бөлдім. Шағын болып шығады. Барлығын осылай дайындап алған соң, пленкамен бетін жауып 5 минуттай қалдырамыз. 5 минут уақыт өткен соң, біртіндеп астына май жағып, жайып дайындайтын боламыз. Өте жұқа қылмаңыздар, средний қалыңдықта болғаны жақсы. 1 қасықтан салып отырып, жанын кесеміз, мынандай қылып жабамыз. Қаттырақ басыңыздар, себебі піскен кезде ажырап кетуі мүмкін. Менде шамалы ажырады піскен кезде. Сол үшін сіздер басып, өйткені бұл объемынан 2-3 есе үлкейеді. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Видеодағыдай жасап дайындап аламыз барлығын. Екінші түрі, бетін ашық қалдыратын түрі, осы қасығымызбен салып, екі жанына өткіземіз. Осыдан кейін барлық бөлкелерді 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. Уже біздің уақытымыз, бетін жаптық. Уақытымыз болды, міне жұмыртқаға сүтті қосып араластырып, бетіне жағып шығамыз. Барлығының әдемі қызарып пісуі үшін толықтай барлығына жағып шығамыз. Міне осымен біздің ең жұмсақ бөлкелеріміз дайын. Керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қымбат.